Сәлем досым, бүгінгі тақырып шылаулардың жазылуы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Таума, таспа. Таума, таспа. Мен бестемін, ал сен ше? Мен бестемін, ал сен ше? Әлеуметтік желілер арқылы ақпарат алмасқанда шылауларды түбір сөзге қосып жазған жазбалар кездеседі. Мұның қайсы дұрыс? Ережеге назар аударыңыз. Қазақ тілінде сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырушы көмекші сөздер болады. Оны шылау деп атайды. Шылаулар негізінен бөлек жазылады. Ма, ме, ба, бе, па, пе, ша, ше. Тұлғасы бар сөйлем ішінде сұраулық мән болса, ол тұлға шылау болады да сөзден бөлек жазылады. Сәлеметсіз бе емес, сәлеметсіз бе. Таума, таспа емес, таума, таспа. Келемісің? Барамысың? Әсетпісің? Таумысың? Таспысың? Сенбісің деген сұраулы сөздер бірге жазылады. Атсалысу сөзі бірге ме, әлде бөлек жазыла ма? Осы сөзді қарастырып көрейік. Қазақ тілінің емле ережелері 1929-1940, 1940-1957, 1957-1983, 1983-1988, 1988-2001, 2001-2007 жылдары өңделіп шығарылған. Осыған орай, орфографиялық сөздіктер де бірнеше рет түзетіліп, қайта өңделіп шықты. 1963 жылғы 64 мың сөз қамтылған қазақ тілінің орфографиялық сөздігінде ат салысу сөзі 44-ші бетте ат салысу деп бөлек жазылған. 2000 жылы шыққан профессор Рәбиға Сыздықтың қазақ тілінің анықтағышы кітабынан ат салысу сөзі 199-ші бетте ат салысу деп бөлек жазылған. 2005 жылы шыққан сөздіктің 74-ші бетінде, 2007 жылы шыққан сөздіктің 53-ші бетінде, соңғы 2013 жылы шыққан қазақ тілінің орфографиялық сөздігінде атсалысу сөзі бірігіп жазылған. Сонымен атсалысу сөзі бірге жазылады екен.